Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функцияның қасиеттері. Функцияның қасиеттері бірнеше сабақта берілген. Қазір бір келесі тақырыпты қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты функцияның қасиеттерін анықтай алу, функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін сипаттай алу. Сіздер білесіздер, функция, анықталу облысы, мәндер жиыны, функция графигін қарапайым түрлендіру, функцияның графигі, функцияны беру тәсілдері, функция графигін қарастыру, өспелі, кемімелі және бір саранды, өсу, кему аралықтары, шектеулі, шектеусіз функция, ең үлкен және ең кіші мәндер. Сонымен қатар жұп және тақ функцияларды сендер өткен сабақта қарастырған болатынсыздар. Сабақтың мақсатына байланысты анықтамаға тоқталатын болсақ, нүкте тиісті болатын кез келген интервал нүктенің аймағы деп аталады. А нүктесінің қандай да бір аймағында әрбір x жақша ішінде x тең емес a жақша жабылады. Үшін fx кіші f(a) теңсіздігі орындалған жағдайда ғана a нүктесі y-тен fx функциясының максимум нүктесі деп аталады. Құрметті оқушылар, максимум нүктесін функцияның x максимум деп жазады. Функцияның максимум нүктесіндегі мәні функцияның мәні деп аталады. Келесі, а нүктесінің қандай да бір аймағында әрбір x жақша ішінде x тең емес a үшін fx үлкен f(a) теңсіздігі орындалған жағдайда ғана a нүктесі y-тен fx функциясының минимумы нүктесі деп аталады. Құрметті оқушылар, функцияның минимум нүктесі x минимум деген жазумен жазылады. Функцияның максимум минимум нүктесіндегі мәні функцияның минимумы деп аталады. Функцияның максимум және минимум нүктелерінің график бойынша анықтау. Яғни, мұнда бізде график берілген. Қарап отырсаңыздар, біз осы графиктар функцияның максимумдарын, нүктелерін қарастыруға болады. Бір нүкте, максимум нүктелері екінші нүкте және максимум нүктелері үш нүкте. Яғни, график бойынша бізде үш максимум нүктесі беріледі екен. Және де минимум нүктелерін қарастыратын болса, график бойынша бір нүкте минимум, екінші нүкте және минимум үшінші нүкте. Сонда функцияның максимум және минимум нүктелері үш нүкте максимум болады, үш нүкте минимум болады. Барлық нүктелер саны 6 болып табылады. Сонымен, құрметті оқушылар, біз сіздермен мысал қарастырайық. Бірінші, графикте кескінделген функцияның максимум нүктесі 3. Яғни сіздер дәптерлеріңізге график сызып, қазір біз нүктенің максимумын және минимумын анықтаймыз. Сонда жазыңыздар. X максимум тең минус 4. X максимум тең 3-ке. X максимум тең 6-ға. Жаңа біз айтып кеттік графикта. 3 максимум нүкте бар дедік. Яғни сіздер осы нүктелерді қарастырасыздар. Екіншіде, графикте кескінделген функцияның максимум нүктесін 3. X максимум тең 5-ке. X максимум тең 4-ке, X максимум тең минус 2-ке. Мына мысалда 2 тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды қою арқылы, мына X максимумдардың нүктелерін қою арқылы, сіздер графикте функцияның максимум нүктелерін тапып аласыздар. Келесі мысалға көңіл бөліңіздер. Графикте кескінделген функцияның минимум нүктесі 3 берілген. Яғни, бағана айтып кеттік, мына белгі бізде функцияның минимумы деп аталады. X минимум тең минус 7-ге, x минимум тең минус 2-ге,
2 минимум тең 5-ке. Жазып алыңыздар. Және де графикта кескінделген функцияның минимум нүктесі жүйе беріледі. Яғни, x минимум тең -2, x минимум тең 1-ге, x минимум тең -4. Құрметті оқушылар, жаңа алдында айтып кеткен графикқа байланысты функцияның минимум және максимумнан ережесін қолдана отырып, мына графикті осы тапсырманы мысалды орындаймыз. Сонымен, f жақшасында -7 тең -2 жазып алыңыздар. f -2 жақшасында тең 1-ге. f жақшасында 5 тең -4-ге болады. Осы мысалдарды дәптерлеріңізге жазып орындаймыз. Максимум және минимум нүктелері функцияның экстрем нүктелері, ал экстрем нүктесіндегі функцияның мәні функцияның экстремі деп аталады. Құрметті оқушылар, жаңа біз айтып кеткендей, жоғарыда кескінделген функцияның 6 экстрем нүктесі болады. Құрметті оқушылар, біз сіздермен осымен функцияның қасиеттерімен таныс болдық. Бүгінгі тақырыпты оқулықтан қарастыруға болады.